один деген болыңыз. Әкем. Бүгін Ханзаданың алғашқы күні өтті, біраз күш кетті. Эфирден кейін енді тамақ ішу керек. Әрине біз Сафаға келдік. Тамақтар прям мощный екен. Мінекей. Ой, Тима, уақыт жоқ бұда. Ассалаумағалейкум, тамақтар өте дәмді. Үшінші рет келіп жатырмын, көбіне осы жерге келемін. Бөлек. Керемет жер, Сафа деген барлықтарыңызға ұсынамын. Келіңіздер, тамақтар дәмді. Біз жанымызда Абылай бар, қазір келеді тамағы да. Абылайдың көңілі жоқ болып тұр. Неге екен білмейміз. Өзіне жазып көрсеңіздер болады. Жақсы, барлықтарыңызға аманшылық тілеймін. Қайырлы кеш, достар. Бүгін алғашқы Ханзаданың бірінші күні өтті. Жақсы өтті, бәрі әдемі. Но нюанстар болды. Енді оны кінә өзімнен іздеймін. Қателіктер болды, но бұйыртқаны осы енді. Ары қарай көреміз. Әлде алда біраз сайыстар бар. Алда уақытта қалай болатынын көреміз ғой. Мені қолдап жатқан кісілерге, қолдаушыларға үлкен рахмет сіздерге. Барлықтарыңыз көріп отырмын, бірақ ответ жазып үлгермей жатырмын. Сіздерге үлкен рахмет. Айтарым осы сіздерге. Барлық қолдап жатқан жандарға алғысым шексіз. Шынайы жүрегіммен рахмет айтам. Есте аламын мен енді. Қолымнан келер шара жоқ. Қолдан келген барлығын жасадық. Ары қарай бұйырғанын көреміз. Әйтеуір мен бір нәрсе бастап жатсам, аяқтан шығу бар болып тұрады сондай. Түнгі сағат 1:30 болады. Мына 2:30. Ей, сіз солай деп жатыр. Маған тұрмысқа шыққансың ба? Сәл өзі сондай бір қуатын жандармен жүрген. Түн жағында адам көп, неге? Алматы жатпайды ғой, Алматы. Біз де жатпаймыз ғой. Сидим. Сегодня капец, много народу. К сожалению, ничего закидывать не смогу. Всем барларға рахмат. Барлардан Құдай разы болсын. Aşağı. Көрінбес. Айтшы aşağı деп. Көрінбес. Жұмбай қой aşağı балам. Мына қолмен жаз. Мына қолмен жаз. Мына қолмен жаз. Жаз. Baba. Kaç işte. Kıştı mı? Көрме? По синему морю. Кешкі үйдің вайбы. Бала келіп жатырмыз. Балам тұрады, папасына жасып. Сағынып қалады ғой. Мен сағынбайды, папасын сағынады. Смотри, я как сделала. Ай! Вау, классно. Көрсетші жасқада. Күшті. Молодец. Мынау бақа, мынау Краб. краб, мынау ұмытып қалдым. Кит. Кит, мынау панда. Молодец. Мында лағман істеп жатырмын кешке. Кофе ішіп жатырмын.
В общем, біздің үйдің екі жігіті PlayStation'ға кетті. Балам қоймайды PlayStation ойнайды. Арасында апарып тұрады. Сол үйде өзіміз отқанда бір әңгіме айтып, сіздермен бір шер тарқатайын, иә. Бір ананда Ақтауды бір сағынып жатырмын кейде. Ақтауымды сағынып кетем. Конечно, туған жерім, туып өскен жерім, кейде сағынасың. Енді апыр-тапыр мен білінбеді, но енді вот Ақтауды кішкене сағынып жатырмын. Мамамның тамағын сағындым, сіңлімді, апамды деген сияқты барлығын сағындым, бауырларымды. Офиста барлығымыз шай ішіп, у-шу болатын еді, соны сағындым. Білмеймін, енді осы Алматыдан кім бар, подружка болатын, партнер болатын, бірге партнер болып, мен де орта тауып Алматыдан, өзімнің ортамды тауып, офиста шай ішіп. Бізде Ақтауда, мысалы, офиста сағат 5-ке шай бар еді. Кешкі 5-ке шай ішетін едік. 5-ші күн сайын шелпек жейтін едік. Бізде шелпек пісіретін Айгүл апа бар еді. Прям күшті, бәрін сағынып жатырмын, партнерларды, лидерлерді, күшті шай ішіп естейтін едік. Алматыда енді пока нелерім жоқ. Тіркелгендер бар Алматыдан, бірақ әлі кездесе болған жоқпыз. Сол бір орта жинап, Алматыдан тоже бірге шай ішіп, танысып, былай да бір жерлерге шығып, қыдырып, я командаммен сөйткім келіп жүр. Осы соңғы кезде көп оқырмандар тіркелетін болыпты. Барлығыңызға сәлем дегім келеді. Енді менің есімім Неслилі, өзімді таныстырып кетейін. 94-ші жылғымын, 3 баланың анасымын. Қазіргі таңда екінші рет тұрмыс құрғаныма 4 ай болып қалды. 4 ай емес, танысқаннан бастап тұрмыс құрған сияқтымын мен осы елдермен. Тұрмыс құрғаным енді 1 айдан кетті. Сол, біздің танысқанымызға жалпы 4 ай болды. Енді мен өзім 3 баламен қосылайық программасына бардым. Менің жолдасым Эльдар 99-шы жылғы, менен 5 жас кіші. Яғни жақын арада тұрмыс құрсам да, бір көптен уже біраз болған сияқты, бір 5 жыл, 10 жыл болған сияқты, потому что бұрыннан бір-бірімізді таниды. Барлықтарың жаңа соңғы рилсымды қарап, фигураң күшті, прям 3 бала босанған анаға ұқсамайсыз деп жатсыңдар, енді түкіріп қойыңыздар. Рахмет, барлықтарыңыз, енді әрине өзімді жақсы көремін. Айтады ғой, Аллах тағала бүткіл мүшеңді сау қылып бергенде оған қиянат жасама деп та. Вот сондықтан да барлық жағынан жалпы өзіме қарауға тырысамын. Жылына 1 рет анализ. Просто қазір бәрі андайда. Өзіне келгенде өзін соңғы орынға қояды. Достар, мен дос тауып жатырмын. Алматыдан дос болайық деп жатқан жандар көп екен. Мен балам деген Алматының апорт алмасына тойды. Ай жаным, үлкен апорт алманы алып жеп отыр. Алма жақсы көреді менің балдарым. Мама, балам басыңмен бірдей ғой. Балам басыңмен бірдей үлкен екен ғой сен. Беш мамаға бір тістесінші. Мама бір тістесінші, бересің бе? Жын. Очки беріңізші дейді қыздар. Кстати, соңғы рилсым жаңа салған. Сода кім активны болады? Самый лучший 2 активны жанға осы 2 адамға очкимді бергім келіп. Жуып алдым, уходымды жасап. Енді мен қуаныштымын қыздар. Прям дос болғым келеді деп жатқан қыздарды қарасам, сөздері де маған ұқсайды ғой. Неге деймін ба? Айтады ғой, 3 миллионермен жүрсең, 4-шісі сен боласың.
3 жалқау өсекшімен жүрсең, 4-ші жалқау өсекші сен боласың дейді. Сондықтан да қасыңдағы досың қандай, сондай боласың да. Мен қандаймын, сондай болғысы келетін қыздар. Яғни өзі сондай қыздар, бірақ сондай орта таппай жүрген қыздар бар да. Сондай қыздар жазып атқанда мен Аллаға шүкір деймін да. Жандарым, бұйырса кездесейік, осы суббота или воскресенье офисқа жиналайық, шай ішейік, сөйлесейік, танысайық. Солай қыздар, қатты қуанып отырмын. Мен айналысқым келеді, бірақ сату қолымнан келмейді дейді. Жаным, сен тұрмыс құрған адамсың ба? Сен тұрмыс құрған адам болсаң, сен өзіңді сатып тұрсыңдар. Қалай сату келмейді? Сату әйел адамның қолынан келеді. Неге? Потому что саудада береке бар біріншіден. Екіншіден, әйел адам өзін күйеуге шығып тұрма, значит, ол өзіне күйеуіне сатты деген сөз. Ол қалай? Мысалы, сен күйеуге шығатын болсаң, сен осылай қопырап, без макияжа шықпайсың ғой, сас, май-май болып, Сен күйеуге шығатын кезде, жігітіңмен далаға шығатын кезде әдемі болып, әтіріңді сеуіп, түріңді бояп, шашыңды жуып, бүйралап, сөйтіп шығасың. Не үшін? Себебі сен уже өзіңді сатып тұрсың. Сен өтіп кеттің, сен тұрмысқа алды. Дәл солай. Әрбір адам сатуды біледі. Өзін сатып біліп тұрған адам любой затты сатып біледі. Сондықтан да қорықпау керек просто. Ол қорқын. Менің салмағым 52-51. Қазір енді қанша екенін білмеймін. Мына алдында 52 болған. 54 болған негізі. 6 күнде мен салмақ тастап алдым. Мына өнімнің арқасында және мына өнімнің арқасында. Мыналар коктейлді көрсе бітті уже шаруа деген сөз. Тәртен ішеміз балам. Қазір ұйықтаймыз уже, жарай ма? Ой, молодец, мен балдарым ақылды ғой. Өзім де ішем, балдарым да ішеді. Бізге отбасымызбен арналған витамин бол дейтін. Және мен осы өнімдермен артық салмақтан керек салмағымнан арылып аламын ғой. 5 килограмм тастағым келеді дей ма? 5 килограмм тастап аламын. 3 килограмм тастағым келеді дей ма? 3 килограммды лақтырып аламын. Так что қыздар, смело ғой салмақ тастау дейді. В общем, мен болды бүгіндікке. Ондай болады ғой, күйеуімен әйелдер ажырасып жатады ғой. Әйелі өзін жақсы көрмей, күйеуі үшін барлығын жасап, бір күні күйеуі измена жасап кетеді. Әйелі сонда қандай жертва болып, жылап сөйтіп жатады. Неге? Потому что көп затты жасап қойған, өкінеді. Сондай сияқты болып қаламын да менде, потому что мен балаларымды күнде ерте ұйықтатамын да. Негізі онда ұйықтататын адаммын ғой. Онан кете жатқызатын адаммын. Бір күн мысалы демалыста иногда бір жүгіреді, енді кішкене демала қойсын, демалыс қой дейсің ғой енді.